Мен доктор Vamsidhar Reddy, гепатология және бауыр трансплантациясы бойынша кеңесшімін. Сондықтан мен сау бауырды қалай сақтау керектігі туралы сөйлесетін боламын. Негізгі кеңестері, мысалы, біз идеалды салмақты сақтауымыз керек, және көмірсуларды тұтынуды азайтуымыз керек, және теңдестірілген диетаны сақтауымыз керек. Үшінші мәселе, біз күн сайын шамамен 45 минут тұрақты жаттығу жасауымыз керек. Төртінші мәселе, пациенттер алкогольдің қауіпсіз шектерін білуі керек, немесе алкоголь ішпеуі керек. Бесінші мәселе, пациенттер ешқандай шөптік дәрі-дәрмек немесе рецептсіз дәрі-дәрмек қолданбауы керек. Алтыншы мәселе, тұрақты денсаулық тексерулері жүргізілуі керек. Және жыл сайынғы денсаулық тексерулерінің бір бөлігі ретінде жақын маңдағы ауруханада гепатологпен кеңесіп, сол бойынша ем алыңыз.